Қазақстандықтар бәсекеге қабілетті, білімді ұлтқа айналуы тиіс. Бұл елбасы жолдауында айтылған басты бағыттардың бірі. Дамудың жаңа мүмкіндіктерін қолға алған ақтаулық жастар TEDx форматта пікірталасы өткізді. Кездесу Назарбаев зияткерлік мектебінде ұйымдастырылды. Түрлі салада жетістікке жетіп, еңбегі елеулі болған азаматтар оқушылармен тәжірибемен бөлісті. Олардың арасында облыстық мәслихат депутаты, болашақ бағдарламасының түлегі, бокстан әлем чемпионы, кәсіпкерлер мен жас көшбасшылар да бар. Олар оқушылардың жетістікке қалай жетуге болады деген сауалға жауап берді. Маған ең ұнаған бір қасиет бұл ұлы жарқын тұлғалар сондай жоғары дәрежеге ие адамдар болса да өте қарапайым екен. Біз олармен ашық сөйлесе алдық және өзімізге керек азықты да алдық. Маған ең әсер еткені Мұқаш деген тұлғаның өзінің анасын дәріптей отырып, осындай ұлы жетістікке жеткені. Оның танысы да болған жоқ, ол өзі байда емес, бірақ та ол өзінің күшімен арманға тіке бара отырып, барлық қиындықтарды жеңіп шықты.